сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздермен бөлісейін дегенім журнал түрлері және мақала шығару жолдары тақырыбындағы видео сабақ. Менің ойымша Қазақстанның педагогтары тек қана ККСО немесе басқа Қазақстан журналдарда ғана емес, әлемдік рейтингі жоғары журналдарда да статья шығару керек деп ойлаймын. Егер де біздің статьяларымызды әлемнің басқа ғалымдары, педагогтары оқығанды қаласақ, біз Scopus немесе Web of Science базаларына енетін журналдарға статья жазуымыз керек. Соның ішінде Scopus журналы туралы айтайық. Scopus журналында соның ішінде Scopus базасына кіретін журналдар туралы айтайық. Егер мұнда көріп тұрсыздар, бірнеше баспалар бар, Springer, Elsevier, Taylor, Francis және басқалар. Осы баспалар шығаратын журналдардың көбісі осы Scopus базасына енген. Енді біз Scopus'тан басқа және Қазақстандық ғылыми баспалар базасы, Россия, Google Scholar бар, Scopus және Web of Science. Web of Science-тың журналдарында шығару өте қиындау, бірақ Scopus'та шығару ол сәл оңайлау болып табылады. Бірінші, журналдың қандай түрлері бар? Дәстүрлік журнал, ашық түрдегі журнал және гибридті журналдар. Дәстүрлік журнал дегеніміз, біз ол журналдарда статьяларын оқуымыз үшін ол журналдарға жазылуымыз керек. Ашық түрдегі, біз ол журналға жазылмай-ақ, оның статьяларды оқи аламыз. А гибрид ол екеуі араласып келгені. То есть кейбір статьяларды ашық түрде оқи аламыз, кейбір статьяларды оқу үшін ол статья сатып алуымыз керек болады. Мысал, бірінші статьяда біз оқуымыз үшін сатып алуымыз керек $32 немесе 92 евроға сол журналға жазылуымыз керек. Екі статьяда ол журналға жазылмай-ақ, оның ішіндегі статьяларды оқи аламыз. Енді мақала түрлеріне келсек, оның түрлері көп, бірақ ішінде ең маңыздысы ол бірінші мақала және артикл және конференция жинағында шығатын конференс пейпер статьялары. Журнал рейтингтері, мұнда көріп тұр, процентил бірінші, екінші, Q1, Q2, Q3, Q4 деп тұр. Q1 ол рейтинг ең жоғары, Q2 сәл төмен және әрі қарай. 99% дегеніміз ол рейтингі өте жоғары журнал деп қарастыруға болады. 75-пен 100%-қа дейін проценттің болса, ол бірінші рейтингте. 50-ден 75-ке болса, уже Q2-ге кіреді. Енді қалай шығаруға болады? Ең оңай, ең қарапайым түрі ол конференцияға қатысып, сол конференция жинағында статья шығару. Екі түрі бар, ол конференцияға барып қатысу, немесе онлайн қатысу. Көп тұрсыздар, оның бағаларын барып қатыссақ, мысалы, ақш-тағы конференцияда ол $400-500 болады. Ал онлайн қатыссақ, ол Германияда өткен конференция $50-60 қатысуға болады. Кейбір конференциялар, мысалы, магистранттар немесе докторанттар үшін тегін болуы да мүмкін. Соны пайдаланып қатысып статья шығаруға болады. Мысалы, мұнда конференц пейпер Scopus базасындағы журналда жарияланған. Келесі жас ғалымдарға арналған мектептерге қатысу, жол мектептерге қатысып, өзіңіздің баяндамаңызды оқып, сол мектептің журналында шығаруға болады. Ол мысалы, кейбіреулері Scopus базасында кіреді. Үшіншісі, ең қиыны, мысалы, өздеріңіз білесіз бе, жоқ па, Scopus базасында журналдарда статья шығару 1 миллион теңге, 2 миллион теңге тұрады. Бірақ тегін шығару жолдары да бар. Оны әрине тегін шығару жолдары қиындау, оны базаға кіріп іздеу керек. Мысалы, көріп тұрсыздар, Scopus базасына кіріп, источники дегенді басып, соның ішінде, мысалы, тарихтан жазбақшы болсақ, history деп жазып, сол тарихқа байланысты журналдарды тауып алуымызға болады. Міне, осы журналдардың бәрі тарихқа байланысты. Соның ішінде
Мысалы, әрқайсы журналдың ішіне кіріп, сайтына кіріп, оқып, оның қайсы тегін ба, жоқ па, бағасы қанша бәрін іздестіріп, соңында өзіңізге керек, өзіңізге ыңғайлы журналды тауып алуға болады. Мысалы, Камчатка журналы Валенсия университетінде, филология факультетінде шығарылады, және онда филологияға байланысты және тарихқа байланысты статьялар шығаруға болады. Оның көріп тұрсыздар, Dow Publishing Fees, значит, ол тегін статья шығаруға болады. То есть басқалар ол 1 миллион теңге төлеп статья шығарса, сіздер осы журналға статьяңызды тегін шығаруыңызға болады. Бірақ оның үшін статьяңыздың качествосы өте жоғары болу керек. Мысалы, тағы басқа журналдар, тарихқа байланысты, және мұнда педагогика байланысты журнал көріпсіз, Австралияның шығаратын журнал, тегін шығарады. Рейтингі процентил 93%, ол жерде бірінші квартил, то есть ең жоғары квартилдардан бірі, оған профессор, академиктер жатады. Бірақ қарапайым мұғалімдерді онда шығаруға болады, егер мақалаңыздың сапасы жоғары болса. Вот, осы тәжірибемен сізбен бөлісейін дегенім. Рахмет.